Сәлем достар, біз бүгін кекс жасайтын боламыз. Үй жағдайында жасалатын өте оңай кекс. Бірінші, 4 жұмыртқаны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ол өте жақсылап араласу керек. Оның өзінің жұмыртқаның массасы бірдей әдемі болып, біркелкі араласқаны көріну қажет. Кішкене түсі ағарады. Сол кезде шекерді қосатын боламыз. Шекердің негізгі балансы ол әрине 100-150 грамм болып табылады. Ол әрине тәттіні норма жақсы көретіндер үшін, ал енді қатты тәттіні жақсы көретіндер үшін, мысалға біздің үйде қатты тәттіні жақсы көретін болғандықтан мен 200-220 грамм қосып жіберген болатынмын. Және бұл қосқаным негізінен әдемі дәм беру үшін, тәтті дәм беру үшін қосылған. Сол үшін де достар, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Осылай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Шекерді де жақсылап араластырамыз. Екеуі бірге көпіріп қосылуы қажет. Және екеуі қосылып көпіргеннен кейін оны біз тоже жақсылап араластырамыз. Көпіру керек, ағару керек. Сол үшін де оның дәмі дұрыс болу керек. Сонымен қатар біз оны жақсылап араластырғаннан кейін ол түсі де шамалы тоже тағы да ағара бастайды. Сол ағарғаннан кейін негізінен тағы да осылай көпіріп шығады. Көпіргеннен кейін мен мысалға ванилин қосып жібердім. Негізінен ванилин міндетті емес қосу. Ванилинді мен иісі мен дәмі үшін қостым. Әрине иісі мен дәмі әдемі болсын десеңіздер, ванилин қосып жіберсеңіздер өте күшті болады. Прям зор болады. Сосын жақсылап тұрып май қостым. Май ол 100 грамм қосып жібердім. Арасында тұзда шым-шым қосып жіберсеңіздер болады. Көп қажет емес. Содан кейін осылай жақсылап майды да араластырамыз. Май мен жаңағы жұмыртқалы шекер массамыз араласу керек. Бір-бірімен жақсылап көпіріп тұрып, бір-бірімен біркелкі масса болып араласқан кезде ғана дұрыстап фундамент болып қалыптаса алады. Осылай жақсылап араластыра береміз. Оның түсі де әдемі болып келе бастайды. Одан кейін келесі этапта әрине біз ұн қосатын боламыз. Оны мен негізінен ұнды 200-220 грамм қылып алдым. Және де оның үстіне мен қопсытқыш салып жібердім. Бір жарым ас қасық қопсытқышты міне осы жерге салып жіберген болатым, електен өткізіп. Дәл осындай нормада мен 2 бөлік қылып салдым ұнды. Себебі осындай бөлік қылып бірден салып жіберетін болсаңыздар, толтырып, онда сізге араластыруға да оңай болмайтын болады. Жазылып кетсеңіздер болады, осы подписаться батырмасын басып. Осылай араластырамыз. Оның жақсылап араласуы бізге үлкен пайдасын тигізетін болады. Сол үшін біз жақсылап тұрып оны араластыруымыз қажет. Оны да жақсылап араласу қажет. Негізгі массамыз ол әрине қою да емес, сұйық та емес болу керек. Және де оның негізі осылай жақсылап араласады. Мен айналасындағы осындай нелерді де алып тастауымыз керек. Бір-біріне араластырып, жақсылап араластыру керекпіз. Сонымен қатар келесі бізде осындай болып шығу керек тестамыз. Сонда ғана нормально теста болады, керек теста болады, қатты қою, қатты сұйық емес. Осылай қызып тұрған пешке 300 граммдық осылай формаларға бір жарым асқа салып шықтым. Бізде осындай формаға еніп шығады, достар. Осыдан кейін жақсылап тұрып, қыздырып тұрып 10-15 минут пісіріп аламыз. Сонда бізде формаға жақсылап енетін болады. Мендегі формадан тез алынатын болғасын май салған жоқпын, осылай пісіріп алдым. Сіздерде көресіздер. Менде дайын. Сау болыңыздар. Лайк басып, тіркеліп, коммент жазып кетіңіздер. Ас болсын.